Қымбатты досым, сізге бұл арна өте пайдалы болатынына сенімдімін. Сондықтан лайк басып, подписаться кнопкасы арқылы арнаға жазылып қойыңыз. Қоңырауды басып қойыңыз. Сапалы қазақ контентін қолдаңыз. Ал біз әңгімемізді бастаймыз. Салах Атия Египеттегі Тафанхаль Ашраф деген кішкентай ғана елді мекенде туып өскен қарапайым ғана жігіт. Сіңірі шыққан кедей отбасы бақытсыздау балалық шақ. Әкесі Салахқа үнемі 2 өлшем үлкен киімдер алатын. Өйткені жыл сайын жаңа киім алуға қаражат жоқ. Салах есейіп, мамандық игеріп, өмірге араласса да ісі оңға баса қоймайды. Сөйтіп ұнжырғасы түсіп салысуға кетіп жүрген күндердің бірінде курстас жігіттерді жолықтырады. Олардың да жағдайы мәз емес. Жіптері күрмеуге келмей жүрген көрінеді. Өткен кеткен, бүгін болашақ туралы біраз әңгіме соққан жігіттер ақыры бір шешімге тоқтайды. Біріксек жеңеміз. Білім бар, жігер бар, күш бар, азын аулақ қаржымызды қосып, жаңа іс бастаймыз. 9 жігіт, бір курстың түлектері, көптен ым-жымы бір, талай қызық пен қиындықтан бірге өткен достар. Мақсат айқын, шағын құс фермасын ашу. Бастапқы қаражат үшін 2000 Египет фунты қажет еді. 9-ы 200 фунттан ортаға салады. Ал соңғы 200-ді қосар, 10-шы серіктес жоқ еді. Іс тағы да тығырыққа тірелгендей болады. Келесі күні Салах достарына мынадай ұсыныс айтады. Жігіттер, мен 10-шы серіктесті таптым. Ол Құдай. Қазір бәріміз оның жарнасын, яғни жетпей тұрған 200 фунтты бөліп төлейміз. Ал түскен пайданың 10%-ын оның өз жолына жұмсаймыз. Жаңа басталған іске береке бұйырту, әрі қамқорлық жасау оның жұмысы. Жігіттер бірден келіседі. Опыр-топыр жұмыс басталып та кетеді. Әп дегеннен ақ іс дөңгелей жөнеледі. Құжаттар кідірмейді, тауарлар дайын тұрады. Көлік пен тасымалда өзінен өзі қиюласа жөнеледі. Нәтижесінде бірінші жылдың өзінде жігіттер пайдаға шығады. Бұл таңғаларлық нәтиже еді. Салах жігіттерді жинап, пайданы бөліске салады. Әлбетте, 10% Құдайдікі. Оған жігіттер тиіспейді, және келер жылы Құдайдың үлесін 20%-ға арттыруға уәделеседі. Бизнес тым жоғары қарқынмен алға басады. Бір жыл ішінде жолға қойылған жүйемен сартылдап айналып жатыр. Тіпті ойламаған жақтардан тапсырыстар түсіп, жігіттер бизнесті кеңейте бастайды. Ұлғайған бизнеспен бірге Құдайдың да үлесі үлкейе бастайды. Бірнеше жылдан соң жігіттер тапқан табыстарының тура тең жартысын, яғни 50%-ын Құдайдың шотына аударып отырады. Әрине Құдайға ақшаның керегі жоқ. Салах бастаған жігіттер Құдайдың үлесіндегі ақшаға ауылдан мектеп салады. Бірінші ұлдарға арналған бастауыш мектеп, келер жылы қыздарға арналған бастауыш мектеп. Ал оның келесі жылы аядай ғана ауылдан жалпы орта білім беретін үлкен мектеп бой көтереді. Бір қызығы, Құдайдың үлесі көбейген сайын пайда да еселеп көбейіп отырады. Күнбе-күн молайып келе жатқан қаржыны есептеу мен басқару үшін арнайы қор құру қажет болады. Бір күні жігіттер ауылдан университет салайық деген бастама көтерді. Бірақ бұл бастаманы министрлік қолдамайды, себебі ауылда темір жол жоқ еді. Құдай қолдап, бұл мәселеде оң шешімін тапты. Ауыл тұрғындары мемлекетке темір жолды да, университетті де өзіміз саламыз. Бізге тек рұқсатыңды бер деген өтініш жолдайды. Бұл жолы мемлекет рұқсат етеді. Осылайша аз уақыттың ішінде Египеттің шалғай бір түкпірінен 6 факультеті, 600 орындық қыздарға, 1000 орындық жігіттерге арналған жатақханасы мен үлкен университет ашылады. Темір жол келген соң қатынас мәселесі де жолға қойылады. Тіпті студенттерге жол ақысын тегін етеді. Бұған қоса
ауылда түрлі бағытта әлеуметтік қолдау жұмыстары дамиды. Жағдайы төмен жандарға көмек көрсетіледі. Кедейлік жойылады. Жұрттың бәріне жұмыс беріледі. Ауылда жұмыссыздық жойылады. Жетім өскен жігіттер үйленерде, қыздар тұрмысқа шығарда міндетті түрде қаржылай көмек көрсетілетін болады. Өнімнің көп бөлігі сыртқа шығарылды. Қалғанын ауыл тұрғындарының қажетіне берді. Бизнес өркендеген үстіне өркендеп, бір кездегі 2000 фунттық шағын бизнестен айналымы миллиондаған фунтты құрайтын алып корпорацияға айналды. Ал Салах болса, бірнеше жылдан соң компаниядағы өзінің үлесін толығымен Құдайға өткізеді. Иә, өз үлесін 100% Құдайға береді де, өзі қарапайым жұмыс жүретінде айлық алып Құдайға жұмыс істейді. Сол Салах өткен жылы қаңтарда 70-тен асқан шағында өмірден өтті дейді. Өмір бойы тапқан табысының жартысын, әлде одан да көп бөлігін арнаған бизнестегі серіктесі оған қандай сый бергені Салахқа ғана аян. Бізге белгілісі, Салах атияның жаназасына миллионға жуық адам жиналып сапқа тұрады. Ал оның дәл осындай адам болғаны, дәл осындай бизнес құрғаны, оның табысының сыры тек Салах атия өлген соң ғана ашылады.